Қазақстанда 2022 жылы туризмнен бақандай 389 миллиард теңге салық түскен. Шетелден келген әр 2 турист бір жұмыс орнының ашылуына септігін тигізеді. Бұл Сенат депутаты Сұлтан Дүйсенбинов еліміздегі туризмге қатысты депутаттық сауал жолдаған кезіндегі сөзі. Депутат өтірік айтты ма, не оның ақпараты рас па, тексеріп көрдік. 2022 жылы туризмнен 389 миллиард теңге салық түскен. Шетелден келген әр 2 турист бір жұмыс орнының ашылуына септігін тигізеді. Туризм және спорт министрлігінің ресми мәлімдемесіне сай, 2022 жылы туристік қызметтен түскен салық мөлшері 389 миллиард теңгеге дейін жеткен. Қазақстанға алыс шетелден келген бір турист орта есеппен $1,500 көлемінде табыс әкеледі. Депутат айтқандай, әр 2 турист бір жұмыс орнының ашылуына емес, министрлік дерегіне сәйкес әр шетелдік турист 2 жұмыс орнын ашуға себеп болады. Туристік ақпараттық жүйесінің деректеріне сай, Қазақстанда орта есеппен ресейлік туристер 6 күн, Беларусь азаматтары 5 күн, Қытай азаматтары 3,5 күн өткізсе, Өзбекстан азаматтары Қазақстанда 10 күнге дейін тоқтайды. 2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айында елімізге келуші туристің саны 3-4 миллион адам болса, басқа елдерге демалуға барған қазақстандықтардың саны 5-6 миллион. Отандастарымыздың басым бөлігі елімізде демалғаннан гөрі шетелге шығып демалуды қалайды. Депутат қатты қателесе қоймады. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2022 жылы қаңтар-қыркүйекте 3.416.600 турист келсе, 5.557.500 адам елден шыққан. 2021 жылы 949.400 сырттан келушілер болса, елден 2.515.200 адам шетелге шыққан. Ұлттық статистика бюросының кейінгі 5 жылдағы дерегін қарап көрсек, байқауымызша Қазақстандағы туризм саласы пандемияға дейінгі жылдардағы көрсеткішке әлі жетпеген. 2022 жылы елге келушілер саны 2021 жылмен салыстырғанда 3 есе өскен. Дегенмен 2022 жылы Ресейдегі мобилизацияға байланысты 3 миллионға жуық адам елге келген.